Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік асханасының белгілі тағамы лахмаджунның рецептісімен бөліскім келіп жатыр. Жұп-жұқа пицца десек те болады. Ортасына неше түрлі көкөністерді салып, орап жесе өте дәмді болып шығады. Жылы су, жылы сүт, тұз және ашытқыны араластырамыз. Қамыр жұмсақ болып шығу үшін ұнды көп салып жібермеуге тырысамыз. Бір-бірлеп сала бастаймыз. Жұмсақ, қолға кішкене жабысқа қамыр илейміз. Қамыр жақсы көтерілу үшін ыдысқа салып, бетін ас пленкасы немесе қақпақпен жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін барлық көкөністерді блендермен езу қажет. Пияз, сарымсақ, қызанақ, болгар бұрышы және ақ желкеннің барлығын блендермен еземіз. Барлық майдаланған ингредиенттерді бір ыдысқа құямыз. Тартылған ет, сұйық май, тұз, бұрыш, томат пастасын салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Егер салмамыздың суы тым көп болып кетсе, сұйық болып кетсе, кішкене сұйығын алып тастауға болады. Қамыр жақсы көтерілді. Қолға тым жабысқақ болса, ұнмен жұмыс жасауға болады. Қамырымызды 18 тең бөлікке бөлеміз де домалатып аламыз. Домалақтардың бет жақтары кеуіп қалмас үшін орамалмен жауып қойған дұрыс. Лахмажундарды домалақ формада жасауға болады. Мен ұзынша сопақтар жасадым. Әрбір дөңгелекті жұп-жұқа қылып жаямыз да пергамент қағазының үстіне орналастырамыз. Қамырдың үстіне 1,5-2 қасықтай фарштан салып, жұп-жұқа қылып жаямыз. Алдын ала пешімізді ең жоғары температура 250 немесе 300 градуста 10-12 минутта тез пісіріп аламыз. Лахмаджундар суып қалмас үшін ыдысымызға саламыз. Бір-біріне фарш жағымен қаратып қоямыз да үстін орамалмен жауып қоямыз. Осылайша барлық лахмаджунды пісіріп аламыз. Лахмаджундардың ортасына неше түрлі көкөніс, қияр, помидор, ақ желкен барлығын салып, орап, ыстық күйінде рулет сияқты жеуге болады. Өте дәмді болып шығады. Көбірек пісіріп алып, мұздатқышта сақтауға болады. Біз мұздатқышта сақтадық. Қажет кезде алып, жылытып алып жей береміз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің инстаграм парақшам видеоның үстіңгі жағында баршын деп жазылып тұр. Тіркеліп кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.